қызмет қылып жүрген жігіттерге Алла разы болсын. Алланың үйіне істеген қызметтері Алладан қайтып. Бүгін өте қуанышты күн болып жатыр Беріктаста. Бәрі риза. Осындай бірлік болып жатыр. Ынтымақтың арқасында осындай үлкен шаруа аяқталып, бүгін міне Құдай қаласа асханамыз ашылайын деп жатыр. Осы бәрлеріңізге амандық, денсаулық, әрқашанда бірлігіміз ажырамасын, бірлігіміз мықты болсын. Ауылымыз тату-татты, ынтымағы мықты бір елге бір беделді, ел қызғатындай Беріктасымыз сондай ауыл болсын. Ашылып жатқаны құтты болсын. Не дейміз, мына ауылдың жігіттері бәрі бастарын қосып. Ренжісе де, негізсе де артқа қайтпай, осы Саят Батырды осы жаққа шақырғымыз келіп отыр. Жақсы білесіздер. Сондықтан мына 5 майда бастап Саятпен бәріміз ақылдасып, жиналыс жасап, негіз анаяқтан құрылысты жасайық деген бір жігіттер. Сүніге біз ақылдаса келіп Саятқа айттық. Саят, оны не қыласың о жаққа жасап? Ол намазға, қыблаға қарайтын жақ. Мына ескі дүкенді бұзайықта осының орнына салайық деп ақылға келіп, Саят бар, Ислам бар, бәріміз өсерде мына Марат бар. Ақылды, бірақ ақшалай сыйлық берейік деді, құпия болып қалсын. $1000 жақынға болып қалатын шығар деп ойлаймын. Одан асып кетпесе, білмеймін. Тек қана өзі біледі, қаяққа жаратады, не істейді өзі біледі. Жігіттер бәрі жиналып, бұл жігіттердің өзінің бір нелері, былайша айтқан инициативасы. Сондықтан енді тағы құтты болсын Саят. Тағы да саған сыйлығымыз, рахметіміз зор, бата қыламыз, дұға қыламыз. Алла қалса тағы да келешекте сыйлықтарымыз бар деп жатыр жігіттер. Қатысып, ағайындар арасында тілге жанашыр болып, елге жанашыр болып, жақсы нелерді айтып жүрген осы Маратқа бір сөз берейік 5 минутқа. Келіңіз Марат мырза, келіңіз. Көптеген жігіттерді басып қосып, біраз. Аман-есен, бүгінгі жиынымыздың бәрі себебі асхананың ашылуы. Құтты болсын баршамызға. Тек қана жақсылықтар болсын ауылымызда. Біріншіден Алла тағалаға рахмет. Осындай ісімізге сәт сапар болып отқан бәріне. Одан кейін елімізге, халқымызға рахмет. Осынша нәрсенің бәріне қажымай талмай еңбек етіп жүрген. Содан кейін осы жердегі жігіттерге, азаматтарға, жаңағы жүйріктің жүйрігі бар, қазанаты бір бөлек, жігіттің жігіті бар, азаматы бір бөлек дейді. Осыда енді жеке жарып айтудың керек жоқ. Бәрі де азаматшылық танытып осындай алды. Сол бірлігімізден ажырамайық. Әрі қарай да талай жұмыс бар. Солардың бәріне сәттілік тілеймін. Асқан ұлт жоқ әлемде қазағымнан, бүкіл әлем дәм татқан қазанынан. Жігіттігіңді білгің келсе, азаматы өскен ауылға бар. Атаңмен табақтас болмадым деп, сындыра қоймас сағыңды дейді қазақ ағайын. Ал енді құрметті ағайындар, құм жиналып тас болады дейді. Құрмет тұтып жүруші едім осы ауылдың жасыл көн шалдарынан деп. Құрметті қариялар, алдымызда қазыналы қарт болып жүре беріңіздер. Ал Асеке, сөз кезегі өзіңізде. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи rabbil аламин. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймыз. Аллаға шүкір, осындай еліміздің аман, жұртымыздың тыныш болғандығына, ауыл болып, ел болып, осындай үлкен зәулім сарай мешіттің асханасының ашылуына ат салысқан, әрбір маңдай терін төккен, қаражатын берген, осы жерге келіп өзінің уақытын бөлген, жалпы ұйымдастырған, жалпы басқа үшін емес, жан бар жерде қаза бар, жақсылық бар, ас бар дегендей, осындай жерлерде таза мешіттің асханасында ол мынау сіздердің мынау ауызбіршіліктеріңіз елге көрсетіп, елге үлгі болып жатсыздар. Осындай міне 3,5 айда осындай ғимарат соқтық дейді жігіттер. Осы істеген тірлік еңбек біздердің осы ауылдың жігіттерімізге, жастарымызға тәртіп көрсетіп жатыр. Ауылдың біршілігін көрсетіп жатыр. Әрдайым осы ауылда осындай жақсылық болсын. Ауылдарымызда өсіп кеткен балдарымыз жақсы жерден естейік, жақсы азаматтар шықсын осы ауылдан. Әрдайым осы ауылда қуаныш болсын, жақсылық болсын, құтты болсын. Рахмет.